Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағы басталды. Жаңа тақырып жақсы дос, жан азығы. Оқу мақсаты: мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру. Етістіктің есімше, көсемше түрлерін түйгітістікті тілдесім барысында қолдану. Достық шынайы асыл сезім. Достық сезім адамгершілік жақсы қасиеттерге бөлену екені бәріміз жақсы білеміз. Достық жүрген жерде жалған сезімге орын жоқ. Жеке адамдар арасында болатын достықтың биік мұнарасы деп Карл Маркс пен Фридрих Энгельстің достығын айтуға болады. Маркс пен Энгельстің ұзақ жыл бойы бірлесіп еңбек еткені, бір тұрмаған жағдайда күнбе-күн хат арқылы хабар үзбегені, бір-біріне деген достық қамқорлығы тарихта аңыз болып қалды. Маркстың қаламақысы шылым алуына да жетпеген сол бір заманда «Капитал» сияқты ұлы еңбегін жазуына Энгельстің достық көмегі шексіз болғаны белгілі. 1857 жылы Энгельс науқастанып қалғанда Маркс ерінбей жалықпай медицинаны зерттеп, досын дерттен емдеудің жолын іздеген. Ал Энгельс жоқшылықта өмір сүрген досына өмір бойы көмек көрсетумен болған. Жаны шек көретін сауда конторында ол Маркс үшін қызмет істеп, тапқан табысын досының отбасына беріп отырған. Екі алыптың асқан достықпен, ынтымақтастықпен істеген еңбегінің арқасында адам баласы ұлы ғылымға ие болды. Бірінші тапсырма: тыңдалған бейнежазба бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Екінші тапсырма: достық сөзіне сөзжұмбақ құрастырып жазыңыздар.